Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Назарбаев билігі кезінде біршама белестерді бағындырған атпал азаматтар бұл күнде елден кетіп жатыр, немесе ұсталып жатыр, әйтеуір былықтары ашылып жатыр. Енді кезек Алматының бұрынғы әкімі, сондай-ақ Назарбаевтың кластасының баласы Бауыржан Байбек пен екінші Назарбаев атанған Нұрлан Нығматуллинге келген секілді. Ақпарат көздерінде олардың тексеріліп жатқандығы туралы мәліметтер пайда болды. Дегенмен ресми құжаттар көрсетілмеді. Мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматуллин мен Алматының бұрынғы әкімі Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек шаруашылық қызметі тексеріліп жатыр деген ақпараттар бар. Бұл туралы Выход правды, яғни шындыққа жол телеграм арнасы хабарлайды. Бүгін желіде жазып жатқандай, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек пен мәжілістің спикері Нұрлан Нығматуллиннің де шаруашылық қызметі тексеріліп жатыр дейді арнайы хабарлама мәтінінде. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекетте билікті бір тізгінде ұстап келген адамдардың кәсіптері, сондай-ақ жеке компаниялары, жеке ұшақтарына дейін бар. Ал бір ғана айлықпен отырған мемлекеттің, елдің, халықтың қамын жеп жүрген шенеуніктеріміз осыншама байлықты қайдан алуы мүмкін? Енді осы батпан құйрықтың арты ашылып жатыр. Бұл 30 жылғы биліктің халыққа не жасағандығын көрсететіндей. Ал сіз дәл осы пікірмен келісесіз бе? Төмендегі комментарийге өз ойыңызды қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.